Сәлеметсіздер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5 сыныптың 88-89 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы A phone conversation about a holiday. Мереке туралы телефон арқылы сөйлесу. I can talk about my holiday. Мен өз мерекем туралы айта аламын деген мақсатта тапсырмалар орындайтын боламыз. Exercise 1. Look at the photos. What are Tom and Sally doing? Суретке қара, Том мен Sally не істеп жатыр? Tom and Sally are on the phone to each other. Олар телефонмен бір-бірімен сөйлесіп отыр. Exercise 2. Complete the dialogue with the 3 questions from A and D, then listen and check. Мына тұрған 4 сұраулы сөйлемді мына бос орындарға қойып шығуымыз қажет. Hi Tom, it's Sally here. Oh, hi Sally. How are things? Good. How's holiday going? Are you having a good time on Portugal? Very good, thanks. Where are you? Oh, I'm sitting by the pool near the hotel. Yeah. What are you doing? Oh, I'm sunbathing and I'm drinking a cold drink. What about you? I'm in the car with my parents. We're going to London for a week. That sounds fun. We'll have a good time and text me later. Okay, bye Tom and bye. Бұл жерде Том мен Селлидің телефонмен әңгімелескен туралы әңгімесі. Селли, сәлем Том. Бұл Селли деп айтады. Ой, сәлем, Селли, қалайсың? Жақсы. Сен демалыста не істеп жатсың? Португалияда уақытың қалай өтуде? Өте жақсы, рахмет дейді. Келесіде бізде екіде A қойды. Where are you? Сен қайдасың деп сұрайды. Том айтады, мен бассейннің жанында отырмын, отельде дейді. Не істеп жатырсың дейді. Мен күнге қыздырынып, салқын сусын ішіп отырмын. Өзің деп сұрайды. Мен көлікте ата-анаммен отырмын. Біз келесі аптада бір аптаға Лондонға барамыз дейді. Қандай күшті дейді. Уақытың жақсы өтсін, одан кейін маған жаз дейді. Сөйтіп бір-бірімен қоштасады екен. Үшінші тапсырма match the key phrases with responses and listen and check. Мына тұрған сөйлемдермен мыналарды бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. It's Sally here. Oh, hi деп жауап береді. Are you having a good time on Portugal? Oh, very good, thanks. What are you doing? I'm sunbathing. That sounds fun. Yes, it is. Text me later. Okay, bye. Practice the dialogue from exercise 2. Мына тұрған диалогты қайттан оқып шық дейді. Мұнда дыбысталу тапсырмалары. Listen and practice the phrase conversation on your pronunciation. That's great. That's boring. That's fun. That's really exciting. That's terrible. Prepare and practice for mini dialogues. Include 4 of the phrases from exercise 5. Мұнда бізде мына Селли мен Томның әңгімесі секілді сөйлем құрастыр деп берген екен. What are you doing now? Oh, I'm at my uncle's house. The weather's bad and we're watching TV. That's boring. Дәл қазір не істеп жатырсың? Мен көкемнің үйіндемін. Ауа райы нашар. Сол себепті біз теледидар көріп отырмыз дейді. That's boring. О, қандай іш пыстырарлық деп жауап беріпті. Келесі an email about a holiday. Мерекеге қатысты электрондық хат жазу тақырыбына тапсырмалар орындайтын боламыз. I can write about my holiday. Мен өз мерекем туралы жаза аламын. Ең алдымен Френнен хат жазды оқып алайық. Hi Френ. Френге жазылған, Френге жазған, Грег жазған. Hi from Turkey. Түркиядан екен. How are things? I'm on holiday here in Turkey with my mom, dad and sister. We're in a place called Antalya. It's very hot here, so I'm sitting in an internet cafe having a mango juice. Tina's swimming in the sea at the moment. The beach is really nice, but it's quite busy. I prefer to go there in the evening and play football. Tomorrow I want to go into town. I think there are some surf shops there. I hope you're having a good time. See you soon, Greg. Сәлем, Френ. Қалай жағдайың? Мен Түркияда анаммен, әкеммен және қарындасыммен бірге. Біз ол жерде Анталия деген қаласындамыз. Онда өте ыстық. Мен кафеде мангос шырынын ішіп, саған жазып отырмын. Тина суға түсуде. Дәл қазір.
Жағажай өте жақсы, бірақ шулы, қандай бизи деген бос орын жоқ деген сөз ғой. Мен негізі кешкісін барғанды қалаймын, және де онда футбол ойнаймын. Ертең мен қалаға шықпақшымын. Ол жерде дүкендер өте көп деп ойлаймын. Сенің де уақытың жақсы өтуде шығар. Кездескенше, Грег дейді. Енді бірінші тапсырма. Read the model text and answer the question. Сұрақтарға жауап береміз. Who is the email to, Greg or Fan? Email почта кімге арналған? Френге арналған, Who are Fran and Greg? Friends, brother and sister, students. Friends, достар, Where is Greg? Greg қайда? He is in Antalya in Turkey. Ол Анталияда, Түркияда. Who is Greg with? Грегпен бірге кім бар? He is with his mom, dad and sister. Мамасы, әкесі және қарындасы. Exercise 2. Complete the key phrases, then look at the model text and check your answers. Мына жерге біз аяқтауымыз қажет. How are things? Мында We're in a place called Rimini. It's very hot here. I prefer to go there in the evening. Мында Анталия деп жазамыз. Exercise 3. Look at the examples and rewrite sentences and include quite, very, not very, or really in each sentence. Яғни мына жерде сөйлемдерді өзгертуіміз қажет. Quite, very, not very, really деген сөздерді қолдануымыз қажет. Мысалы, I'm very good at English. It's not very hot here at the moment. The hotel is really good. The food is quite good. The town is very interesting. The sea is really cold at the moment деген секілді сөйлемді өзгертіп жазу қажет. Writing guide, яғни осы жерде сендерде Грег секілді хат жазуларың керек. Think and plan, жоспары. Сен қайда қаласың, кіммен қаласың, уақытты қалай өткізесің, қандай ұнататын, ұнатпайтын жерлерің туралы айтасың, отбасыңмен барасың ба, достарыңмен барасың ба, оны айтасың. Кешкісін қайда баруға болады, оны айтасың, және де ертеңгі жоспарыңды айтасың дейді. Жалпы осы сұрақтарға жауап беріп отырып, осында 3 параграфты шығарып, Грег секілді досыңа хат жаз деген тапсырма екен. Осымен тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.